Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Естаева Ұлыбек. Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын творожный пирогтың самый точный рецептін бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліп қойды, ұмытпаңыз. Менің YouTube каналымда көптеген рецепттер бар. Олардың ішіне фастфуд, пирогтар, неше түрлі тағамдар кіреді. Айтпақшыдай достар, менің YouTube каналымда Pinduoduo жайлы What-I-Do сабақтар түсіндірілген. Егер де сіз Pinduoduo сайтын әлі де білмесеңіз, тегін сабақты қарап алсаңыздар болады. Достар, тақырыптан тыс әңгіме қозғағаным үшін кешірім сұраймын. Бізге қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне қопсытқышты қосып, дәл видеода көрсетілгендей қасықпен араластырып аламыз. Үстіне сары майымызды салып, бөлек ыдысқа жұмыртқа мен қантымызды біріктіріп, қантымыз ерігенше дәл видеода көрсетілгендей венчикпен қозғаймыз. Достар, егер де бұлай жасамасаңыздар, сіздердің қанттарыңыз қамырда көрініп ерімей қалуы мүмкін. Келесі кезекте ұн мен сары май біріккенше, яғни песочный қамыр болғанша, дәл видеода көрсетілгендей қолымызбен езетін боламыз. Мінекей достар, дәл өздеріңіз көріп тұрғандай біздің ұнымыз бен сары майымыз бірікті. Үстіне жаңағы жұмыртқа мен қант қосылған массамызды құйып, қамырымыз қолға жабыспайтындай болғанша, жұп-жұмсақ болғанша елетін боламыз. Яғни біз осындай песочный қамыр елейміз. Мінекей достар, біздің жұп-жұмсақ қолға жабыспайтын қамырымыз дайын болды. Қамырымызды 15 минутқа холодильникке қоямыз. Оға дейін начинкасы, яғни творожный массамызды дайындайтын боламыз. Айта өтейін, мен дәл осы творожный массаға қолдан жасалған қою қаймақты қостым. Қаймағымыз қою болғандықтан үстіне 3 столовый ложкамен сүт қостым. Достар, дәл осы қолдан жасалған қаймақты қоспасаңыздар, орнына 20% қаймақ қоссаңыздар да болады. Қамырды қолымызбен осылай жайып, шеттерін туралап, үстіне сәндік үшін артылған қамырымызды салып, және де мен мейіз қостым. Бұл сәндік үшін. Дәл видеода көрсетілгендей жасамасаңыздар да, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар да болады. Пирогымызды 180 градусқа 35-40 минут көлемінде салып қоямыз. Мінекей достар, дәмі өте керемет болып шығатын біздің пирожныйымыз дайын болды. Творожный пирогты қонақтарға ұялмай ұсынсаңыздар да, және де қонаққа барсаңыздар да ұялмай апарасыздар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.